Мен үйде бірдеңе пісіргенде. Папа, маман, мынаны жеп көріңіздерші, интернеттен көріп, өзім пісірдім. Ой, түрі не деген күшті мынаның. Міне, қолым ұзарт деген осы. Ой, дәмді опты қызым, молодец. Ой, қой, уланып өлетін жағдай жоқ. Одан да кәмпит жей берейік. Кезінде апам мен атам сүйекті дұрыстап мұжы, әйелім сұлу болады деуші еді. Соған қарағанда жақсы мұжыған сияқтысың ғой? Вот именно сол кезде тазалап, даканса дұрыстап мұжу керек еді. Ойлаш, негізі дұрыс айтқан не? Адам мамандық таңдаумен жар таңдаудан қателеспеу керек деп. Хотя бы соның біреуінен қателеспегеніме қатты қуанам бар ғой. Ол жағынан сенің жолың болған. Иә, соның арқасында қазір мықты специалист болып отырмын ғой.